Құрметті достар, бүгін тағы да тауға шықпақсымыз, Тақталы тау деген. Мына менің артымда тұр. Өте үлкен тау, биік тау. Мына жерде мынау не дейді? Аспалы жол, канатная дорога деген ғой, аспалы жол. Осымен кететін боламыз қазір, барлығымызда. Енді жолда көрсетіп баратын болам. Сәл тау туралы айтып өтермін. Таудың негізгі аты Тақталы деп аталады. Неге Тақталы? Ана тақтаға ұқсаған дейді ғой. Негізі тастары сондай тегіс болар. Содан кейін айтып жатқанымыз ғой. Мына жерде кассасы, тауға шығардың алдында осы жерде кассаға ақша төлейміз. Негізі бұрын төленген ақша. Қазір қарап тексеріп жіберетін шығар. Мына жерде көлігімізді күтіп тұрмыз енді. Ана жоғарғы қарата кететін көлік. Аспалы жолменен. Аспалы жол дейді ғой, канатная дорога. Негізі жолдың ара қашықтығы 4000 метр дейді, 4 километрдей. Таудың биіктігі қателеспесем 2365 метр теңіз деңгейінен. Сол қазір кіргеннен кейін тағы сөйлем ғой. Міне. Мына жолмен кетеміз ғой. Осы ішіне кірдік міне. Балалар бәрін кірдіңдер ме? Кукушку, чтобы нам все видно было. Иә. Тоқалатып, бәріміз міндік. Ал о не? Қалыптың бәрі сүріп жатыр. Анау теңіз. Көрініс әдемі негізі. Осы айттым ба. Сай бірттір. Қалыптың бәрі сүріп жатыр, бізде қалыспайық. Негізі жаңа Тақталы даг дейді, Тақталы тау деген ғой. Менің оқығаным тақтай сияқты үсті тегіс дейді бұл таудың. Содан кейін осындай ат дейді. Бұрын ежелгі аты Олимпикс деген болған. Негізі ежелгі гректерде болған сияқты осы жерде. Бірақ кейінгі уақытта біз көшпенділердің келуіне байланысты аты өзгерген таудың Тақталы тау болып. Енді қолдан келгенше көрсетіп, сіздерге түсіріп бағам, қарайсыздар өздеріңіз. Жоғарыға көтерілу уақыты 10 минут. Енді мына қысым жоғары ғой, жоғарыда. Міне жерорта теңізі, жағалау. Жағалаудағы елді мекендер міне. Көтеріліп келе жатырмыз. Şöyle böyle dersin. Sağda. Ne yapıyorsun? Öğretmenim çabaladım. Yani kendim çabaladım. Mine buna biikki götüreceğiz biraz. Üniversite öğrenciydim. Geldim benim mahsusunda temizleyicisi. Bu söylemek için temizlikçi satıcının yanında derileri temizlersiniz. Çıkarılan iyilikle gelmek olmayan. Tақталы деген тауға келдік, үстіне шықтық. Енді бұның қай жақта не бар екен қазір сіздерге шолып өтем.
Мына жерде жаңа ескерткіш Олимпус деген сияқты. Міне тақталы жазуы. Теңіз деңгейінен мен жаңа 2365 метр дедім ғой міне. Биіктігі. Мына жерден жақсы пейзаж көрінеді. Таулар. Әдемі көрініс. Өте әдемі көрініс. Мына жақтан да. Саламатсыздар ма? Қалайсыздар, жақсыздар ма? Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Жақсы ба? Керемет. Көңіл күй қалай? Жақсы ма? Аллаға шүкір. Жақсы болса болды. Джампинг. Мына әткеншекпен қазір мына қарындасты секіртеді ғой. Қарай енді, ол да қызық қой. Дайындық жүріп жатыр, қазір лақтырады ғой. Кет. Адреналин, жақсы адреналин. Айғайлауға болады дейді. Осындай да қызметтің түрлері бар, әнекет. Негізі, мына түсіп тұрған жерден бұлар парашютпен де қызмет көрсетеді. Осы мына жерден парашютке кие аласыз, ар жағына қарата секіресіз. Жарым сағаттың үстінде мына таулардың үстіменен сізді алып жүреді. Ол да қосымша ақы төлейсіз оғанда. Бұл жерде барлығы да бір жағынан жақсы ұйымдастырылған бизнес қой. Мына жағында қарайық. Тақталы тауының. Көрініс әдемі. Мына дүрменен теңізге қарасаңыздар болады. Бұл тауға негізі менің білетінім бойынша мына жерде міне жол жатыр, соқпақ. Көрдіңіздер ғой. Тауға жаяуда көтерілетін маршрут бар. Бірақ бір жерден 2 сағатта көтерілесіз дейді, бір жерден 5 сағатта көтерілесіз дейді. Әр жерде әртүрлі. Мына соқпақ жол. Таудың басында қар міне. Тақталы тауы. Тақталы тауының үстінде жүрміз әлі. Мына жерде бір бұғаз тұр, соны алыстан көрсетейінші. Жел болған кезде кемелердің тығып қалады жер деймін. Көрінді ғой, Міне жаңа көлігіміз. Адамдар төменнен жоғарыға тасып атқан. Жаңа өздеріңіз болдыңыздар осы көліктің ішінде. Сол, міне.
Тақталы тауы деген осындай. Мына жерде шай ішеміз десеңіздер шай бар. Ыстық тамақ та бар, бәрі ұйымдастырылған. Тақталы тауында. Тек қалауыңызда қаржыңыз болсын. Енді барлық сіздерге де осы жерге кел бұйыртсын деймін ғой. Мен құрметті көрермендерім. Біз енді отырып тамақ жемейміз. Картина әдейі жасалып қойды. Мына жерден де сүрге болады екен. Тақталы тауы. Әдемі көрініс. Қалай шығасыздар? Қара қозғалма. Бір, үш. Бәрі әдемі көрініс. Мына жерде Анкара дейді 432 километр. Берлин 2221. Москва 2204. Баку 1738 километр дейді. Кувейтте жазды. Сеул бар екен. Иерусалим бар екен. Мен өзім ауылымды жүрдім. Вена бар. Жоқ. Біздің ауылды енді қыстыратын болар мына жерге. Мына жерде Астана деген жазу болғанда әдемі болып қалатын. Солай. Ал үстінде болдық енді кеттік төменге. Міне кетіп бара жатыр. Қарасаңыздар болады, келдік енді төменге кеттік. Жолда өзінше бар. Назвать не подписан. Так снимаю, чтобы блик не было.
Так, Алира, Аликов. Мемлекеттің тулары. Мен өзім туып тауып алайын не. Алтыным менің дейді ғой. Басқа жерде жүрген кезде өзіңе ыстық басылады ғой. Елің, жерің деп. Тақтауыл тауының етегінде мына су бар жерді көрдім, алыстан қарадым. Осы ішінде көп балықтар жүрген сияқты. Су ағып жатыр. Жоғарыдан қараған кезде балықтар бар еді, білмеймін, қазір сіздерге көрсете аламын ба, алмайын ба. Несі ғой. Міне балық. Не екеуі. Мына жерлерде болды, таудан түстік. Аман есен. Көрдіңіздер ғой деймін, қалай болғанның барлығын көрсеттім деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса жазасыздар ғой. Және тек жазып қоймай, жазылыңыздар, комментарий қалдырыңыздар, лайк қойыңыздар, дизлайк қойыңыздар. Қандай сұрақтарыңыз болса жазасыздар ғой. Жақсы, тек жақсылықта кездесейік. Сіздерге де осылай жүріп үйірсін.